Саламатсыздар ма? Менің атым Диана Тұрмахан, және мен ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының ғылыми ассистентімін. Бұл сөйлеу пәрменін тану әдістерімен таныстыруға арналған бейнежазбалар сериясының модельді оқыту және бағалау туралы бөлімі. Алдыңғы бейнежазбаларда біз мәтінді аудиоға түрлендіру, яғни text-to-speech технологиясын пайдалана отырып, синтетикалық деректер жиынын жасау және тестілеу мақсатында Telegram боты мен нақты деректерді жинау сияқты оқыту және тестілеу деректерін алу процесін талқыладық. Бүгінгі оқулықта біздің басты назарымыз сөйлеу пәрменін тану үшін модельді оқыту және бағалауға аударылмақ. Модельді оқыту процесінде жақсы нәтижені қамтамасыз ету үшін үш негізгі кезеңді міндетті түрде орындау қажет. Олар деректі жиынын бөлу, модельді оқыту және бағалау. Әрбір кезеңді дәл үлгілерді құру үшін маңызды. Әр кезеңді егжей-тегжейлі қарастырып өтетін болсақ. Бірінші кезең деректердің жиынын бөлу. Сенімді машиналық оқыту үлгілерін жасау үшін деректер жиынын үш жиынға бөлу маңызды: оқыту, валидация және тест жиынтықтары. Оқыту жинағы модельді үйрету және оның параметрін реттеу үшін пайдаланылады. Валидация жинағы үлгіні дәл баптау, яғни fine-tuning немесе гиперпараметрларды өзгерту үшін пайдаланады. Тест жинағы оқытылған үлгінің соңғы өнімділігін бағалау үшін пайдаланады. Деректердің айтарлықтай пайызы, шамамен 60%, оқу жинағына, шамамен 10-нан 20%-ға дейін валидация жинағына және тестілеуге шамамен бірдей бөлікке бөлінеді. Ал модельді оқытуға келетін болсақ, оқыту процесі таңдалған жоғалту функциясын азайту үшін модель параметрларын оңтайландыруды қамтиды. Бұл әдетте градиенттік азаю сияқты әдістер арқылы орындалады. Мұнда модель берілген оқыту деректерінің негізінде салмақтарын итеративті түрде реттейді. Және соңғы үлгіні бағалау кезеңіне келетін болсақ, сәйкес көрсеткіштер мен әдістерді пайдалана отырып, модельдің өнімділігін тест жинағы арқылы бағалау қажет. Модельді оқытпас бұрын ең алдымен мәселеге негізделген сәйкес архитектураны таңдау өте маңызды. Сөйлеу пәрменін тану тапсырмасын орындау үшін біз Keyword NLP моделін пайдаландық. Бұл модель заманауи кілт сөздер трансформерлары сияқты заманауи үлгілермен салыстыруға болатын Google Speech Commons Dataset сынақ жинағында жоғарғы дәлдігімен, яғни 97%-ға жеткені үшін таңдалды. Ең бастысы Keyword NLP үлгісінің параметр тиімділігі, яғни 424.811 параметрі бар. Бұл оны шектеулі есептеу ресурстары бар шеткі құрылғыларда орналастыруға қолайлы етеді. Деректер жиынын бөлу машиналық оқыту үлгілерінің әзірлеуде өте маңызды рөл атқарады. Ол оқытуды, тексеруді және тестілеуді жеңілдету үшін қолжетімді деректерді ішкі жиындарға бөлуді қамтиды. Бұл бөлімде біз өңделген қазақ тілі корпусы, синтетикалық TTS және қазақ тілін сөйлеу пәрмендер деректер жинағы үшін деректер жиынын бөлуін нақты мәліметтерін зерттейміз. Синтетикалық TTS және өңделген қазақ тілі корпус деректер жинақтары оқыту және тексеру жиындарына бөлінді. Синтетикалық TTS деректер жинағын жасау кезінде біз 5 спикердің, яғни 3 әйел және 2 ер дауысын пайдаландық. Оқыту жинағын 2 ер және 2 әйел даусынан, ал валидация жинағын қалған 1 әйел даусынан жинадық. Нәтижесінде синтетикалық оқыту және валидация жинақтары сәйкесінде 75600 және 9450 үлгіден тұрады. Ал өңделген қазақ тілі корпусы деректер жинағын оқыту және валидация жиынында кеңейтілген үлгілер бір-біріне сәйкес келмейтін бөлек үлгілерден алынғандай етіп бөлінді. Оқу және валидация жинақтары сәйкесінде 74891 және 6474 үлгі бар. Ал қазақша сөйлеу пәрмендер деректер жинағына келетін болсақ, нақты және шынайы деректер жинағы үлгіні тексеру үшін пайдаланды. Оның жалпы көлемі 3623 үлгіні құрайды. Енді үлгіні оқыту қалай өтетінін егжей-тегжейлі қарастырайық. Біз екі түрлі үлгіні оқыту стратегиясын қолдандық. Бірінші тәсіл кездейсоқ бастапқы салмақтармен 0-ден бастап оқытуды қажет етті, ал екіншісі трансферлік оқыту қамтыды. Біз әдепкі гиперпараметрларды пайдаланып, Google Speech Commons Dataset деректер жиынында Keyword NLP үлгісін оқыттық. Модель оқу жиынында 94,58%, валидация жиынында 97% және Google Speech Commons деректер жиынының сынақ жиынында 97%-ға қол жеткізді. Нәтижелер бастапқы құжатта ұсынылғанға жақын болды. Екі оқу стратегиялық оқыту моделінің синтетикалық TTS және өңделген қазақ тілі корпусын және осы екі деректер жиынының комбинациясы бойынша жүзеге асты. Барлық жағдайларда модель қазақша сөйлеу пәрменінің деректер жинағында сыналды. Модельдер партия өлшемі 256 болатын, яғни batch size 100 дәуір, яғни эпох,
алынған жалғыз NVIDIA A100 графикалық процессорында оқытылды. Енді нәтижелерді талқылайық. Кестелер әртүрлі деректер жинау бойынша модельдің өнімділігін көрсетеді. Тек синтетикалық TTS деректер жинағында дайындалған модель оқыту жинағында 90%, синтетикалық валидация жинағында 86% және нақты сынақ жиынында 70% дәлдікке қол жеткізді. Трансферлі оқытуды қолдану әрбір жиынтық үшін дәлдікті одан әрі арттырды. Модель синтетикалық оқыту жинағында 93%, синтетикалық валидация жинағында 90%, және нақты сынақ жиынында 82%-ға жетті. Біз ауқымды синтетикалық деректер жинағын жасай алғанымызға қарамастан, негізгі дереккөз әлі де 5 сөйлеушінің даусы болып табылады. Сондықтан модельдер тез шамадан тыс оверфит жасауға бейім. Бұл мәселені шешу оқыту кезінде бір уақыт пен жиілікті маскировка сияқты спектрді күшейту әдістерін қолдандық. Модель өңделген қазақ тілі корпусы деректер жиынында оқытылған кезде, ол өңделген қазақ тілі корпусы оқу және валидация жиындарында 85 және 83 және нақты әлем сынақ жиынында 69%-ға жетті. Трансферттік оқыту бұл нәтижені одан әрі жақсартты. Бұл модель оқыту жиынында 88%-ға, валидация жиынында 84%-ға және нақты сынақ жиынында 75%-ға дәлдік алды. Модельдің қазақ тілі корпусында дәлдігі тек синтетикалық деректер жиынында оқытылғанмен салыстырғанда төмен болды. Себебі алынған сөйлемдер ішінде айтылуына байланысты қысқарақ болды. Атап айтқанда, алынған қазақ тілі корпусындағы пәрмендердің орташа ұзақтығы 27 миллисекунд болса, ал синтетикалық TTS және нақты әлем пәрмендері сәйкесінше 75 миллисекунд немесе 1 секундқа дейін созылды. Ең жақсы жұмыс істейтін үлгілердің нәтижелері кестеде, соның ішінде қалың шрифтпен жиі шатастыратын 5 пәрменді бөлікте отырып көрсетілген. Мысалы, модель 15,6% жағдайда қосу пәрмені мен құс пәрменін шатастырады, және 12,9% жағдайда керісінше. Оған себеп командалардың қысқалығы мен ұқсастығы болып табылады, және де олар тек бір фонемамен ерекшеленеді. Сонымен қатар модель 35,5% жағдайда үй мен ит сөзін шатастырады. Бұл шатастырудың негізгі себебі екі команданың да қысқа, екі-ақ фонемадан тұратындығы және қазақ тілінде үй дыбысының айтылуы өз ана тілінде сөйлейтін адамдар үшін де қиын болуы мүмкін. Демек, көптеген адамдар бұл сөзді басқаша айтады. Бұл модельдің шатасуына алып келеді. Бұдан басқа, модель дұрыс және оқы сөздерін ұқсас дыбыстарына байланысты да жиі шатастырады. Ендігі кезекте код демонстрациясына өтейік. Алдымен Исайдың GitHub парақшасына кіріңіз және сөйлеу пәрмендерінің тану репозиторийін іздеңіз, яғни қазақ Speech Common Dataset. Соның ішінде keyword.mlp папкасын клондаңыз. Әрі қарай қажетті деректер жиынын жүктеп алыңыз. Оларды оқыту, валидация және тестілеу үшін бөлек болу қажет. Ең алғашқы ол қазақ Speech Commons Benchmark Dataset, яғни бұл тестілеу мақсатында қолданылатын деректер жиынын Google Drive сілтемесі арқылы көшіруге болады. Келесі ол тренинг, яғни оқыту датасет деректер жиыны. Оны да Google Drive сілтемесі арқылы көшіріп алуға болады. Әрі қарай readme файлында берілген нұсқалауды орындау арқылы жалғастырыңыз. Ендігі кезекте деректер жиынының құрылымын толығырақ қарастырайық. Оқыту және тексеру деректер жинағы, синтетикалық TTS деректер жинағы және өңделген қазақ тілі корпусы деректер жиынының біріктірілген нұсқасы болып табылады. Себебі ол ең үлкен дәлдік берген. Деректер жинағы әрқайсысы ауызша пәрменді білдіретін көптеген аудио файлдардан тұрады. Деректер жинағы әр қалта белгілі бір пәрменді немесе кілт сөзді білдіретін қалталарға ұйымдастырылған. Мысалы, айтылған пәрмендерге сәйкес келетін артқа, төсек, ит, мысық, және тағы басқа аталатын қалталар болуы мүмкін. Әрбір пәрмен қалтасында аудио файлдар wave пішімінде сақталады. Аудио файлдарда басқа деректер жиында бірнеше мета деректер файлдары қамтиды. Енді код бөліміне өтейік. Алдымен keyword.mlp каталогында жұмыс істеп жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Содан кейін қажетті кітапханалар мен басқа да талаптарды орнату үшін pip install requirements.txt командасын іске қосыңыз. Содан кейін ағымдағы каталогқа қажетті барлық деректер жинағын unzip командасы арқылы ашыңыз. Оқыту кезеңінің алдында OneDB API key айналымы мәнін орнату арқылы OneDB ортасын орнатыңыз. OneDB Weights and Biases машинамен оқыту тәжірибесін бақылау және визуализация платформасы болып есептелінеді. Жаттығу процедура оны бақылау нүктелері мен дәуірлер саны бойынша жоғалту мен дәлдікті өзгерістерді визуализациялау үшін пайдаланады. Келесі кезекте train.py аталатын Python командасын config файлының орналасу параметрін арқылы беріп, іске асырыңыз.
Бұл конфигурация файлында сөйлеу пәрменін тану тапсырмасына арналған параметрлар мен түрлі конфигурациялар бар. Мысалы, data root оқыту, тексеру және тестілеу үшін пайдаланатын деректер жиынының түпкі қалтасының орналасқан жолын көрсетеді. Келесі train list file, while list file, test list file. Бұл параметрлары сәйкесінше оқыту, тексеру және тестілеу үшін пайдаланатын аудио файлдар тізімінің файл жолдарын анықтайды. Label map белгілері сандық мәндерді сәйкесінше пәрмендерге орналастыратын JSON файлы болып табылады. Келесі ол бұл бөлім тәжірибені бақылау, жоба атауы, эксперимент каталогы және басқа да параметрлер үшін weight and bias интеграциясын қосу сияқты экспериментте орналға қатысты параметрларды қамтиды. Келесі h-params. Бұл бөлімге үлгіні бақылау нүктесіне апаратын жол, партия өлшемі, дәуірлер саны сияқты оқыту үрдісіне арналған әртүрлі гиперпараметрлар кіреді. Келесі аудио дыбысқа қатысты параметрларды анықтайды. Және де модуль ол TTS үшін пайдаланатын үлгінің архитектурасын және конфигурациясын анықтайды. Соның ішінде үлгі түрі, патч, ажыратымдылығы, сыныптар саны секілді. Келесі ол оңтайландырушы типті және оның сәйкес аргументтерін көрсете отырып, үлгіні оқыту үшін пайдаланатын оңтайландырғышты анықтайды. Содан кейін тест деректеріне болжам жасау үшін inference.py файлын орындаңыз. Бірінші аргумент оқу процесінде көрсетілгендей бірдей конфигурация файлын қамтиды. Екінші аргумент оқу сценарийін іске қосылғанда сақталатын оқыту үлгі салмақтарын жүктеу үшін пайдаланатын бақылау нүктесінің файл, яғни best.pth жолды көрсетеді. Әрі қарай қолданылатын деректер орналасқан каталогының жолын көрсетеді. Кейін алынған нәтижелерді сақтайтын шығыс каталогының жолын көрсетеді. Болжалды белгілерді олардың сәйкес мәндермен салыстыру үшін пайдаланылатын белгі картасы файлының жолын көрсетеді, яғни labelmap.json. Орталық процессорды GPU жеделдету орнына CPU процесін іске қосу үшін пайдалану керектігін көрсетеді, және соңында batch size-ды көрсетеді. Inference.py іске қосылғаннан кейін барлық болжамдар JSON пішімде сақталады. Соңында сынақ деректеріндегі үлгі дәлдігін бағалау үшін results.py сценарийін пайдаланыңыз. F1 ұпайы сияқты көрсеткіштерді есептеу арқылы сол болжамдарға негізделген нәтижелерін талдау жасау үшін пайдаланатын барлық болжамдарды қамтитын JSON файлын аргумент ретінде өткіземіз, яғни preds.json файлын өткіземіз. Нәтижесінде экранда көрсетілгендей кесте пайда болады. Ендігі кезекте біз бір аудио файлдың жолын беркіру арқылы inference.py сценарийін тек бір аудиоға жүзеге асырып көреміз. Ол өз болжамдарын preds.json файлында сақтайды. Келесі кезекте біз сол файлды оқу арқылы модельдің қандай болжам жасағанын көре аламыз, яғни backward, артқа. Енді біз аудионы тыңдап, модельдің дұрыс болжағанын тексеріп көрейік. Артқа. Өздеріңіз көргендей, модель артқа сөзін дұрыс болжаған болып табылады. Осы арқылы біз модельдің дұрыс дәлдікпен жұмыс жасағанын көрсете аламыз. Келесі туториалда жаттықтырылған ең жақсы үлгіні қалай шеткі құрылғыға орналастыруға болатыны туралы сипаттаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.